Аса ауыр салмақ дәрежесінде байланысты Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері Қайрат Сатжанов бірінші бол подкастында ауқымды әңгімелердің басын қозғады. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Өздеріңізге белгілі, қазақ боксының жанкүйерлерінен бастап, қазақ боксында қызмет ететін мамандарға дейін көп талқылап жүрген салмақтардың бірі ол аса ауыр салмақ дәрежесіндегі боксшылар. Бас бапкер бірінші бол подкастында осыған байланысты кеңірек тоқталды. Ендеше Қайрат Сатжановтың пікірін сіздердің назарларыңызға сұнамын. Алдымен Қайрат ағамыз осы аса ауыр салмақтың көшбасшысы Қамшыбекке тоқталған екен. Осы жолы Қамшыбек бауырымыз жарақаттарын емдеп алу үшін рұқсат сұрады. Келесі оқу-жаттығу жиындарында Қамшыбекте болады. Ол жай боксшы емес, еңбегі сіңген, Жалоловты қуалап жүрген Қамшыбек қана. Ең мықты боксшымыз қазір сол. Сондықтан оның тәжірибесін пайдалануымыз керек. Жастар Қамшыбек секілді құраманың белді мүшелерімен бокстасу арқылы өседі. Жаңадан келген диетологымыз Қоңқабаевты 92 келіге ауыстыру туралы да ой қозғады. Көреміз, мүмкін солай да дұрыс шығар деп Қамшыбекке қатысты пікірін аяқтаған екен. Одан кейін жасөспірімдер мен жастар, яғни резервке қатысты осы ауыр салмақ дәрежесіне де өз ойын білдіріп кетті. Қайрат ағамыздың сөзі бойынша 92 келіден жоғары салмақта жастар арасында ешкім жоқ. Одан төмен салмақтарда жігіттер бар. 92 келіге дейінгі салмақта қызылордалық боксшы бар еді. Бірақ ол жақында бүйрегіне операция жасатып, әзірге шаршаланға оралуға дәрігерлер рұқсат бермеді. Бірақ болашағынан үміт күттіретін бала екен. Қол аяғы жұмыс жасайды. Бойшаң, қорықпайды. Сондықтан бізге ауыр салмақтағы боксшылар керек. Облыстардан, ауыл аймақтардан сондай балаларды іріктеп дайындауымыз қажет деді. Ал бүгінгі күндегі ұлттық құраманың аса ауыр салмақ дәрежесіне тоқталып өткен Қайрат ағамыздың сөзі. Жақында Айбек Оралбай аса ауыр салмаққа ауысты. Ол әлі толық бабына келген жоқ. Соған қарамастан Шымкенттегі турнирде жеңімпаз атанды. Айбектің артықшылығы ауыр салмақтағы боксшылардың ішінде өте жылдам. Сосын сериялық соққылары көп. Алдағы Азия чемпионатында топ жаруға дайын деген екен. Ал көрші мемлекет Өзбекстанға байланысты. Екі дүркін олимпиада чемпионы Бахадур Жалолов боксты қойғанымен Өзбекстанда ауыр салмақта Жахангир Закиров деген тағы бір жігіт өсіп келе жатыр. Жалоловпен спарринг жасап жүріп, біраз тәжірибе жинады. Олимпиада ойындарына қатыспаса да бірге барып жүрді. Деңгейі біраз өскен. Меніңше алдағы Азия чемпионатында бұл баланы ұтуға шамамыз жетеді. Түсініксіз жайттар болып қалмаса, Айбек оны ұтады деген ойдамын деп өз сөзін аяқтаған екен. Аса ауыр салмақ дәрежесіне байланысты Қайрат ағамыз біраз мәліметпен бөлісе отыра жанкүйерлерге жауап берді деп ойлаймын. Мінекей достар, сіздер тарапынан алып қосар ойларыңыз болса, төменге қалдырып кетіңіздер. Жеңісті күндеріміз көп болсын, қазақ бокс жасасын.